Қоңыр күз мезгілі еді. Ағаштың жапырақтары түсіп, тек жабайы алма ағашының басында жалғыз алма қалыпты. Осы кезде орман аралап жүрген қоян алманы байқап қалады. Оны қалай алады? Алма өте биікте, секіріп те жете алмаймын. Шырша бұтағында отырған қарға қоян қылығын сырттай күліп отырады. Қар. Оны көрген қоян: Қарға, аған алманы алып берсін. Қарға ағаш басынан ұшып барып, алманы үзіп алады. Бірақ алманы тұмсығымен қармай алмай, жерге түсіріп алады. Қарға, рахмет. Қоян алманы жерден көтермек болды. Ал жерге түскен алма жаны бардай дыбыс шығарып, қозғалып жүре жөнелді. Қорқып кеткен қоян алма ағашының түбінде ұйықтап жатқан кірпінің тікеніне құлағанын түсініп: Кірпі, тоқта, мен алмамды алып кетпе. Бұл менің алмам. Ол төбеден құлады. Ал мен болсам, оны қағып алдым. Қоян да қояр емес: Бұл менікі алма. Менікі. Оны мен үшін тауып алдым. Таласып жатқан қоян мен кірпіге қарға да қосылады. Қосқа таласпаңдар. Алма менікі, мен оны өзім үшін ezіп алдым. Олар бір-бірімен түсінісе алмай, алманы әрі тартып, бері тартып, орман айғайдан у-шу болып кетеді. Сол кезде Қорбаңбай Аю келіп қалады. Бұл не деген айқай-шу? Мазамды алдыңдар ғой. Бәрі оған жақындап: Сен біз ормандағы ең ақылдысың. Сондықтан бізге алма кімдікі екенін айтып берші. деп Аюға оқиғаның қалай болғанын баяндап, төрелігін сұрайды. Аю сәл ойланып сұрады: Алманы кім тауып алды? Мен. Ал алманы кім үзіп алды? Мен. Алманы кім қағып алды? Алманы қағып алған мен. Жақсы. Мінекей, бәрін де дұрыс айтасыңдар. Бұл алманы алу үшін барлығында еңбектендіңдер. Сол үшін алма бәріндікі. Мұнда алма біреу-ақ қой. Алманы бәрін теңдей бөліп алып, әрқайсының бір бөлігін алыңдар. Мұны естіп бәрі қуанып кетті. Мынау саған, қоян, себебі сен алманы бірінші таптың. Мынау саған, қарға, себебі сен алманы үзіп алдың. Ал мынау саған, кірпі, себебі сен алманы қағып алдың. Төртінші бөлігі саған, Аю. Маған не үшін? Себебі сен барлығымызды араздастырмай, әділ шешім қабылдадың. Әрқайсысы өзіне берілген алманың бөлігін жеп риза болды. Өйткені Аю ешкімді ренжітпей дұрыс, әділ шешім шығарған еді. Береке басы бірлікте деген осыдан қалған көрінеді.